Сәлем достар, сізбен бірге мен Шұғла, және бүгін сіздерге жаңа видео түсірейін деп шештім. Бұл видеода мен дэк түсіретін боламын. Бұл видеода мен өзімді басқа адамдай көремін. Егер мен басқа адам болсам деген дэк. Ал, бастайық. Бірінші сұрақ, сенің атың кім болушы еді? Маған, білмеймін, қазір Эмили деген ат қатты ұнап жүр, неге екенін білмеймін. Екіншісі, қандай мемлекетте және қандай қалада тұрушы едің? Мен халқы аса қатты көп емес, әлемге танымал мемлекетте тұрушы едім. Ал қандай қалада? Жақсы сондай дамыған, көптеген қалалардан ол жерлерге адамдар келетін, және сол қаланың, сол елдің футболистері күшті болса деп ойлаймын. Сенің үйің қалай көрінуші еді? Менің үйім, ойлаймын, сондай бір дәл қаланың ортасында емес, қаладан сәл шетте тұратын үлкен 2 этажды үй, және арт-хаус стилінде жасағым келеді. Келесі, сенің үй жануарың қандай болушы еді? Біз отбасымызбен сондай үй жануарларын асырамаймыз. Ал егер асырайтын болсам, онда ойлаймын, менде күшік болушы еді. Сен кім болып жұмыс істеуші едің? Мен өзім ән жақсы көретіндіктен, мен әнші немесе футболистка болушы едім. Өзіңнің комнатаң қалай көрінетінін айтып берші. Менің комнатам сондай үлкен болатын. Менің комнатамда тек қана төсек, сондай тумбочка, солар ғана емес, тартпа айна емес, және арасында диван, телевизор, компьютер, ноутбук, сосын балкон болушы еді. Және сенің ағаң немесе әпке немесе сіңлің немесе інің болушы еді. Мен оларды әрқашанда қалаймын, және олар көп болса, одан да күштірек. Қалай киінуші едің? Мен әрқашанда дизайнердің көмегіне жүгінуші едім. Өйткені әлемге атақты болып тұрып, жақсы киінбесең, бұл өте жаман нәрсе, сондықтан дизайнердің көмегіне жүгінуші едім деп ойлаймын. Келесі, егер сенің кітапханаң болса, ол қандай болушы еді? Мен кітап оқығанды аса қатты жақсы көремін деп айтпаймын, бірақ маған кітап оқыған ұнайды, және ол кітапханам, қазіргі кітапханалар сияқты сондай ішіне кір қалсаң бір тұп-тұнық бәрі араласып жатқан сондай болады, және қараңғы. Ал менің кітапханам ондай болмайды, өйткені ол жерде әртүрлі темадағы және басқа да үлкен жұлдыздардың кітаптары ішінде болатын болады, және іші өте сондай яркий болатын болады іші. Егер сен жақсы оқысаң, қалай ойлайтын едің? Мен қазір де жақсы оқимын, және барлық жерде жақсы болуға тырысамын, және сабағымда жақсы оқимын деген ойдамын. Өзім спортпен айналысушы едім. Әрине, егер мен сондай жаңағы публикадағы жүрген адам болсам, онда тіпті айналысуға міндеттімін. Егер сенімен біреу достасқысы келсе, сен актерлардан, актрисалардан және әншілерден кімді таңдар еді? Мен өзіме мінезі жақсы адамдар біріншіден, мінезі жақсы адамдарды екіншіден, сондай әрқашанда қол ұшын соза білетін адамдарды, және үшінші, сенімен шынымен де жақсы, шын жүрегімен достасып жүрген адамдармен. Ал қазіргі адамдарда мен мысалы Селена Гомезбен, Тейлор Свифтпен, Деми Ловатомен, Рианнамен мен қазір достасушы едім. Егер сен қыз болсаң және ұл болсаң, сенің жігітің немесе қызың кім болушы еді? Егер мен қыз болсам, онда менің жігітім Джастин Бибер немесе Роналду. Криштиану Роналду. Армандапсың деп отқан жарсыздар. Ал егер ұл болсам, онда менің қызым немесе Селена Гомез, немесе бір супермодельдің бірін Кендалл Дженнер, Кайли Дженнердің бірін болушы, немесе Кара Делевин болушы. Сенің түрің қандай болушы еді? Менің түрім дәл қазіргі осындай түр қалаймын. Бұдан жаман, бұдан жақсы да тіпті қаламаймын. Және менің видеом соңына жетті. Егер сіздерге бұл видео сонда лайк қоса, комментарийге менің қандай видеомды жақсы көресіз, сол туралы жазсаңыздар, және менің видеолардың ішінен қайсы сізге көбірек ұнады, соны жазыңыз, және келесі видео сол видео болуы әбден мүмкін. Ал сіздермен бірге болған мен Шұғла.